Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бисквитный торт пісіреміз. Құрамы сүт, құмшекер, ұн, май, жұмыртқа, разрыхлитель, құрғақ крем және какао. Алдымен жұмыртқаны қантпен көпіршігенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Оның үстіне үй температурасында еріген майды қосып араластырамыз. Араластырғаннан кейін ұн қосамыз. Қою қара түс болу үшін какао қосылады. Ең соңынан разрыхлитель қосып араластырып, табаны майлап аламыз да, соған салып, пешке пісіреміз. Бисквит дайын болғанша біз кремін дайындаймыз. Ол үшін сүтке құрғақ кремді қосып, жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Содан соң 15 минут тоңазытқышқа қоямыз. Қалғанын видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар және арнаға жазылыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.